Сәлем достар, бүгін біз сіздермен денелердің еркін түсуі және еркін түсу үдеуі ұғымдарымен танысамыз. Бұл денелердің еркін түсу кезіндегі жасаған қозғалысы тең айнымалы қозғалыстың ерекше жағдайы болып табылады. Яғни бұл жерде үдеу тұрақты бір мәнге ие болады. Енді осы қозғалыс қалай болады, қалай жүзеге асады, соны қарастырайық. Мысалға, белгілі биіктікке бір шарды көтеріп, оны еркін қойы берсек, яғни қолымызбен ұстап тұрсақ, ол осы жерде белгілі биіктікте тұрады. Енді оны ары қарай босатсақ, демек ол тік төмен қарай бағытталған қозғалыс жасап, яғни мына жердің бетіне келіп түседі. Өйткені оның осылай қозғалатын себебі, оған тік төмен бағытталған жердің ауырлық күші әсер етеді. Яғни осы ауырлық күшінің ғана әсерінен жасалатын қозғалысты біз еркін түсу дейміз. Яғни ауырлық күшінен басқа ешқандай күшті біз әсер етті деп есептемейміз. Тіпті бұл жердегі ауаның кедергі күшін де біз ескермейміз. Яғни ауырлық күшінің ғана әрекетінен жасалатын қозғалысты біз еркін түсу дейміз. Ол еркін түсу белгілі бір биіктіктен жердің центріне бағытталған, тік төмен қарай бағытталған қозғалыс болып табылады. Енді осы барыста бір ерекшелігі бұл тең айнымалы қозғалыстың бір түрі дедік қой. Яғни тең айнымалы қозғалыстың ерекше жағдайы. Ерекше жағдай болып тұратын себебі бұл жерде ол үдеу G деген тұрақты үдеуге тең. Яғни еркін түсу үдеуі деп аталатын мәні жуықтағанда 9,8 метр секунд квадратқа тең болатын жер беті үшін осындай шамаға тең үдеумен қозғалады. Яғни есеп шығару барысында біз оны тағы да жуықтап 10 метр секунд квадрат деп аламыз. Не үшін мен бұл шаманы жуықталған шама деп айтып тұрмын? Өйткені шын мәнінде бұл G-ді есептеу үшін біз гравитациялық тұрақты, жердің массасы және жердің радиусының квадратын аламыз. Шын мәнінде ол мынаған тең. Ал енді жердің радиусы, яғни жер бір текті шар тәрізді болмағанды себепті, ол полюстерінде, ендіктерінде және экваторда мына радиустың мәндерінде айырмашылық болады. Сондықтан еркін түсу үдеуінің мәні, яғни оның ендігінде басқаша, полюстерінде басқаша, немесе жаңағы экваторда басқаша. Мысалға, жуықтап алғанда ол жаңа полюстерде 9,183 метр секунд квадрат. Ал жаңағы ендіктерде, орташа ендіктерде, бұл 9,181 метр секунд квадрат. Ал экваторды алсақ, ол жерде 9,171 метр секунд квадрат алады. Яғни жердің пішіні идеалды домалақ пішінді болмаған үшін, яғни сфера тәрізді болмаған үшін, мынау радиустың мәні өзгеретіне байланысты, жердің мәнінде әртүрлі ендікте, немесе жер шарының әртүрлі бөлігінде әртүрлі шаманы көрсетеді. Ал жуықтап біз нақтырақ мән ретінде 9,18-ді аламыз, ал есептеу барысында біз көбінесе 10 метр секунд квадрат деген мәнді аламыз. Ал есептің шартында нақты G-ді 9,18 деп алыңыз деп берілмесе, сіз есептеу барысында 10-ды алып есептей берсеңіз болады. Енді G туралы біз айттық. Және бұл еркін түсу үдеуінің мәні, жаңа мына жерде біз жердің массасын алсақ, жердегі еркін түсу үдеуі шығады ғой. Енді басқа планеталар үшін, мысалы Ай үшін, ол Айдың массасын алу керек болады, осы еркін түсу. Айдағы еркін түсу үдеуі, яғни G көбейтілген M Айдың массасы бөлеміз R Айдың радиусының квадраты болады дейміз. Яғни жуықтап алғанда жердегі еркін түсу үдеуімен салыстырған кезінде Айдағы еркін түсуі 6 есе кіші болады. Яғни Айдағы еркін түсу үдеуі жуықтап алғанда 1,6 метр секунд квадратқа тең болады. Яғни Айдан белгілі бір биіктікте құлаған дене 1,6 метр секунд квадрат үдеуімен құлайды деген сөз. Ал жерден белгілі бір аш биіктікте орналасқан дене 9,18 метр секунд квадрат үдеуімен тең айнымалы қозғалыс жасап жерге құлайды деген сөз. Яғни Айдың тарту күші әлсіз, өйткені оның массасы және радиусында айырмашылық бар жермен салыстырғанда, сондықтан жердегісімен салыстырғанда да
айырмашылық болады деген сөз. Яғни сол себепті жаңа айдың сыртында атмосфера жоқ деп айтамыз, өйткені ол жерде тартылыс күші әлсізірек болады. Ал енді қайтадан біз қозғалысымызға оралайық. Бұл қозғалысымыз жаңа айттық, тең айнымалы қозғалыс болады деп, және оның үдеуі үнемі тұрақты 10 метр секунд квадрат үдеумен қозғалады. Енді осы барыста оның орын ауыстыруын немесе құлауға кеткен уақытын біз қалай есептейміз? Соған тоқталайық. Енді бұл вертикалды қозғалыс болғандықтан орын ауыстырудың орнына біз үнемі биіктікті аламыз. Яғни былайша айтқанда бұның орын ауыстыруы оның жүріп өткен биіктігі деген сөз. Ал осы биіктікті қалай табамыз? Енді біз жаңағы тең айнымалы қозғалыс кезінде білесіздер, V0-ті, егер ол үдемелі қозғалыс болса, қосамыз А-т квадрат бөлінген 2 болатын. Ал енді осыны қолданайықшы. Бұл жерде айттық, вертикалды қозғалыс болғандықтан биіктікті аламыз. Және көп жағдайда бастапқы жылдамдықсыз болады. Енді бастапқы жылдамдықпен деп ала берейік. Қосамыз, А-ның орнына үнемі G-ді аламыз. Яғни G-т квадрат бөлінген 2. Ал көп жағдайда бастапқы жылдамдығы дененің 0 болғандықтан H тең болады G-т квадрат бөлінген 2 деген формуламен есептелінеді. Ал осы жерден т-ны табатын болсақ, ол түбірасында 2H бөлінген G деген формуламен есептеледі. Және бізге көбінде есептер мынаның жерге құлау мезетіндегі мына жылдамдық қанша деген есептерге сәйкес келеді. Бұл жылдамдықты табу үшін біз көбінесе энергияның сақталу заңын қолданамыз. Өйткені мына нүктеге белгілі бір h биіктікке дене көтерілсе, ол потенциалдық энергияға ие болады, мына нүктеде. Ал ол потенциалдық энергияның барлығы ең төменгі нүктесінде биіктік 0-ге тең болғандықтан потенциалдық энергияның барлығы 0-ге жуық болып, ол мынау кинетикалық энергияға айналып кетеді. Энергияны сақтау заңы бойынша, яғни энергия жоқтан пайда болмайды, ол бір түрден бір түрге ауысады. Яғни мұндағы потенциалдық энергия мына жерде кинетикалық энергияға айналады деген сөз. Демек, екеуін теңестірсек, бастаптағы оның потенциалдық энергиясы mgh, 7-ші сыныптағы білімдерімізді ескерсек, ал соңғы түскен мезеттегі оның кинетикалық энергиясы mv, түскен мезеттегі жылдамдығы бөлінген 2 деген сөз. Осы жерден массаларды қысқартып жіберетін болсақ, бізде 2gh тең болады v квадрат деген формуланы аламыз. Ал осы жерден v-ны табатын болсақ, ол түбірасында 2gh-ға тең. Яғни осындай формуламен v-ны есептеуге болады. Және үдеудің анықтамасы бойынша, v-ны есептесек, үдеудің анықтамасы бойынша, ол v0 қосылған үдеудің орнына бұл жерде g-ді аламыз, демек g-т болады деген сөз. Ал бастапқы жылдамдығы 0 болған жағдайда v үшін біз тек қана g-т-ны алсақта болады. Яғни, еркін құлаған дене осындай тең айнымалы қозғалыстың ерекше жағдайы болып саналады екен. Ерекше жағдайы болатыны ол жердегі үдеу тұрақты, үнемі қандай жағдайда да 9,18 метр секунд квадратқа тең болады екен. Және бұл еркін түсу үдеуінің мәні жер шарының әр бөлігі үшін әртүрлі. Біз тек жуық мәнін аламыз, өйткені жердің пішіні идеалды сфера тәрізді емес дедік, және әртүрлі планета үшін оның мәні де әртүрлі болады. Айдың бетінде басқаша, Меркурийда, Марста әр ғаламшардың өзінде еркін түсу үдеуі әртүрлі болады. Сонымен қоса, осы барыста біз оның құлау биіктігін қалай есептейміз формасын үйрендік, және құлаған уақытын, сонымен қоса оның жылдамдығын қалай табамыз, және жылдамдықты үдеудің анықтамасы бойынша және энергияны сақталу заңы бойынша қалай есептейтіндігімен таныстық. Балалар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер қандай да бір түсініксіз жері болса, осы видеоның астына пікір қалдырыңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.